Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге бит туралы, биттің пайда болуы және ең маңызды биттен қалай арыламыз, сол туралы мен бүгін сіздерге видео түсіргім келіп отыр. Негізі бит туралы айта кетсек, бит ол әрбір қыз баланың, әйел адамның басына түсетін, шашында болатын, ол жаңағындай жәндік болып келеді. Егер шаштарыңызда бит пайда болып жатса, бірден паникаға ұшырап, бір қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Бит пайда болады, егер де дұрыс шашыңызға күтім жасамасаңыз, және де бір жерден жұқтырып алуыңыз мүмкін. Мысалы, ауруханада жатқанда қастарыңызда адамдарда болса, ол бит бір-бірінен жұғады. Немесе қыздарыңыз, кішкентай балапандарыңыз балабақшаға барғанда міндетті түрде сондай жұғады. Сосын ол тағы да бір стрессте, депрессияда жүрсеңіз сондай болады. Енді құтылу жолдарын мен сіздерге айтайын. Құтылу жолдары әрине бәрі барып дәріханадан бірден кетіретін бір құрал іздейді. Яғни анти-шампунь, бит-шампунь, бит кетіретін шампуньдарды іздей бастайды. Яғни су сабындарды іздей бастайды. Немесе спрей, сондай қара дәрілерді іздей бастайды. Әрине ол дұрыс, бірақ бірден оған жүгінбей, тағы да қосалқы, яғни қолмен тазарту арқылы, шашыңызды таза ұстау арқылы, соның бәріне және жаңа дәріханадан алған құралыңыздың бірден кетіретініне кепілдік ешкім бере алмайды. Сондықтан оны бір қолданғаннан кетеді деп ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан оны бір 2-3 рет пайдаланғаннан кейін кетуі мүмкін. Менің өз басынан өтті. Мен кішкентай кезімде шашым кішкентай болғанның өзінде, мысалы шашымда, шашымда бит көп болатын. Сол кезде біз кішкентаймыз, енді 5-6-10 жас кезде біздің шашымызды былай ұлдардың несі сияқты кесіп тастай беретін. Кәдімгі ұлдардың сән үлгісі бар ғой, шаштардың солай болып жүретін. Біз кейін уже өзіміз есейе бастағаннан кейін түсіндік, что біз уже ұл емес, қыздарский қарайып қия бастадық. Сонда қиюның себебі сол. Шашымыз биттеп кетеді да, оны игере алмаймыз. Оны мамамыз жұмыста, оны тазартатын ешкім жоқ. Сіңілім екеуміз, мысалы кішкентаймыз, сол себептен солай қысқартып отырған. Және әжеміз бізге шашымызға бір керосин болатын, ол қорада тұратын, үйде тұрмайтын, қора жақта тұрады, мал қора жақта. Соны алады да, иісі деген жаман да, соны суға араластырып біздің шашымызды сонымен улайды да, шашымызға андай салфан кигізеді да, шашымызды немен орап тастайды да, орамалмен сөйтіп жүретінбіз. Сосын бәрі өліп қалатын, сосын жуып тастайтынбыз. Сондай болатын. Кейін өсе келе ол уже шашымыз биттеуді қоя бастады. Біз уже өзімізге қарай бастадық. Шашымызды уақытылы тарап, уақытылы өріп тұрғаннан кейін білмеймін, ол кете бастады. Бірақ та менің тағы бір битпен арпасқан кезеңім, ол яғни бала туғаннан кейін, екінші баламды туғаннан кейін 1 жыл менің шашымнан бит кеткен жоқ қой. Мен не істемедім, мен бәрін жасадым. Мен аламда, жуамда, тарайым ғой, кәдімгі жай массаждық тарақпен тарағанда жерге тарайсың ғой, мысалы кафельге, полға тараймын. Өйткені шаш түссе, шашты жинап аламда, бірден жинақ қоямын шашымды. Андай кілемнің үстінен тарамаймын. Өйткені кілемнің үстінен тарасаң, шаштарыңды жинау мүмкін емес, біреудің аяғына оратылады да. Сол себепті солай тараған кезінде сол массажканың өзінде жерде биттер жататын. Бит тарақпен тарасаң, вообще бит тарақтың мынау нелері бүйтіп полностью тұрып қалатын бит сіркеге. Мен не істемедім, сол кезде мен қиналып кеттім, шынымды айтсам. Ол кезде қызым 1 жаста, ұлымды енді тудым. Ұлым 1 жасқа дейін мен битпен арпастым. Сол кезде білмеймін, менде стресстік жағдайдан ба, или гормоналдық процесстер болып организмде содан болды ма, яғни емізулі кезеңінде ма, білмеймін, әйтеуір мен арыла алмадым. Мен дәріханадан мен алмаған құралым жоқ. Қарама-қарсы жаңағындай кездесетін. Даже мал дәріханасынан барып бір средство алғым келді, бірақ бәрі тоқтатты, керек емес деп. Даже Шымкентке, мен енді Шымкенттің келінімін ғой, Шымкентке барғанның өзінде, ол жақта орамал тағасың, 50 градус ыстықта, орамалдың үстінде жүретін, до того степени, орамалдың үстіне шығып кететін ғана биттер. Мен қажып, ұялып, өзім біреуге тазартайын десең, тазарту керек қой енді. Оның шашын 2 метр кім бүйтіп тазартып отырады да, созып. Алға арасында барам, сіңілім мен мамам қарайды, тазартып бергенде болады, одан қайтадан астыңа келсін, қайтадан шығып кетеді. Мен кәдімгі қиналып кеттім. Сол кезде шашымды кестірмейді, шашымды білмеймін, сонымен қалды.
бір жылдан кейін әйтеуір аяқталды бәрі. Сосын қазір ешқандай ондай проблема жоқ. Білмеймін, менің ойымша бит ол адамның организміне бір немен түседі деп ойлаймын. Адамның бірдеме жетіспесе ма, бірдеңе сондайда түседі деп ойлаймын. Және ол сол немен күресетін сияқты да, сенің организмдегі процеспен сол бит күресетін сияқты, наоборот, қаныңды енді қан сорама олар бірдеңе сондай. Битті мысалы кейбір сары ауруларда, бір ауруларда пайдаланады дейді. Сондықтан ол пайдалы да бір жағынан бір соншалықты бір организмге пайдасыз шашында жүрсе сондай жаман деп ондай бір ғылыми деректер жоқ, бірақ та өзіңе қолайсыз да, шашың қышиды, шашыңды қышып жүресің, біртүрлі неприятность болады да басында. Сол себептен тезірек арылудың біз жолдарын іздейміз. Әрине қазақтарға тез кетіру керек оны. Жоқ, ол тез кетпейді. Ең бірінші ол, яғни сіздер қолмен тазартуларыңыз керек шаштарыңызды. Қолмен. Қызыңызда шықса, мен қызымда мысалы шықса, мен қызымда қазір шықпайды уже мектеп жасында, ал балабақшада бір 3-4 кезінде қатты шығатын, 3-4 жас кездерінде, өйткені майлы нәрсені жейді, қолдарын жумайды, бастарын ұстайды. Сонымен бит көп тарайтын, және балабақшадан жұғады дегендей. Сөйтіп мінекей мен қазір ондай бізде проблема жоқ, егер Құдай сақтасын, бірақ сондай болып жатса, бірінші кезектен мен қызымның шашын осылай қолмен тазартып, бәрін дым қалдырмай тазартып аламын. Мен өзі сондай тазартқан жақсы көремін. Бүйтіп сығып, тартып, сіркені тартып алып, қайтадан сығып, орамал тағып алып сөйтетін, өзіме жұқпасын деп. Мен сіңлілерім қашатын мені көрсет, шашымды қарамаңызшы деп. Айтамын, өзіңе жақсы емес пе, шашың таза болады деп. Содан бірінші, яғни шашыңызды қолмен тазартыңыз. Сіңліңізге, жақыныңызға, қайын жұртыңызға емес, әрине ол сөз болып кетеді. Кейін әрине болмай жатса, бірақ сонымен параллельно қолдану керек, міндетті түрде ол дәріханадан бір құрал алу керек. Мен сіздерге сол құралды айтайын, ол педикулен деп аталады. Ол құрал педикулен, мен бірнеше нелерді қолдандым құралдарды, яғни олардың біреу көмектескен жоқ. Сосын болмаған соң көрдім, 4000 теңге. Ол кезде 4000 болатын, қазір қымбаттағанша. Және оның иісі жоқ, майлы, спрей жағасын, сол майлы болып тұрады шашың, сонымен басында салфанмен орап, жарты сағат па, 1 сағат жүресің да, сосын жуып тастайсың. Сосын жаңа педикуленнің ішіне мынандай бит тарақ бар, қараңыздар. Мынандай бит тарақ бар, қараңыздар. Тістері өте жиі орналасқан, жіп-жиі орналасқан, және бұнымен тараған кезде сіркелердің өзі шығады. Сірке де міндетті түрде болмау керек, сірке ол жабысқаққа айналады, жабысқақ битке айналады. Менен сондай сөздер күтіп жатпаған шығарсыздар, енді әрине кешірім сұраймын, бірақ бәрін қалай бар солай айтайын, қалай бар солай жеткізейін сіздерге. Өзім басымнан өткен жағдайларды айтып жатырмын, қалай күресу жолдарын айтып жатырмын мінекей. Және де бір қолданғаннан ол кетіп қалмайды, бір аптада 2 рет қолданыңыздар міндетті түрде, сонда эффект болады. Шаштарыңызды таза ұстаңыздар, төсек орындарыңыз таза болсын, төсек орын тіптен мүлдем кетпей жатса, төсек орындарыңызды жуып, бір аптада бір жуып, қатты градусты немен жуып, стиралкада, және қатты градуспен үтіктеп, балаларыңызды жатқызыңыздар, жастыққа да, төсек орын жамылғыштары да таза болсын. Сол, ал анандай мал дәріханасынан, мал дәрігерлік дәріханалардан бір анау ит мысықтың бүргесін кетіретін бір дәрілерді алып балаларыңызға вообще керек емес, мүлде керек емес қолдануға, өйткені одан бір адамдардың өліп қалып жатқандардан да естідік, жаңалықтардан, қыз балалар сөйтіп, аналар сөйтіп болмағаннан кейін күрес алмағандықтан солай мал дәріханасынан сондай дәрілер алып пайдаланып, ақыры балаларынан айырылып қалғандар, сондай жағдайларда естіп жатырмыз. Құдай сақтасын, ондай неге жоламаңыздар. Тек дәріханадан балаларға арналған, үлкендерге арналған несін қолданыңыздар. Мен даже дәріханаға барғанда менен сұрайды, қызыңыз нешеде деп, мен ұяламын да, өзім ұялып жатырмын да, ұялып барасың, қызыма керек деп аласың ғой сол кезде. Сондай кезеңдерді бастан өткіздім. Мен сол кезде ойлайтынмын, мен бұндай кішкентай кезімде бұндай былай арпалыспаған шығармын қазіргідей деп. Бірақ сол кезеңнен де өттім, білмеймін, сол кезде стресстік жағдай болды ма, және анамда да сондай болды. Анам ауырып жүргенде дәріханаға жатар алдында тексереді, сол кезде көбейіп кетті, ол кісінің де шашы ұзын болды. Енді ол кісі марқұм болып кетті. Сол кезде мен күнде тазартып беріп тұратын, бірақ таңертең барғанда қайттан қабылдамайтын, өйткені ол стресстік уайымнан болады да, ертең мен операция қалай өтеді,
деп түнімен ұйықтай алмай уайымдап шығады. Сол уайымнан бола ма деп ойлаймын. Өйткені сөйтіп 4-5 күн қайтарды. Мен түнімен отырып, таңертең отырып тазартатынмын, тап-таза болып кететін да, сол таңертең уже барған кезде қайттан жіберетін. Соны ойлаймын, ол стрессті қобалжудың бір ненің арқасында болады шығар деп. Екіқабаттарда да кездеседі сондай. Екіқабат аналарымызда да сондай шығып кетіп жататын болады, беттері, бастарында, шаштарында. Сондықтан қобалжымаңыздар, уайымдамаңыздар. Бір шашымызға бит түсті деп қатты уайымға салынып кетіп, переживать етіп, уайымдап, не болмаса балаларыңызға түсіп кетті деп оны ұрысып керек емес. Тек қана өздеріңіздің әрекеттеріңіз арқылы сол битті кетіруге, жабысқақты сіркеден арылуға болады. Сондықтан да сіздерге осы айтқан кеңестерімді міндетті түрде пайдаланыңыздар. Жаңағы айтылған педикулон несін алыңыздар дәріханада. Мен әрине ол жарнама емес, өзіме бір әсері, пайдасы тиген құрал болғандықтан айтып жатыр. Бірнеше рет оны қолдандық, сіңілім де алды қызына. Басқа да түрлері болды. Иісі қатты, үйдің иісін алып кететін, басың айналып, құсқың, жүрегің айнып, құсқың келетін сондай да құралдар болды. Олар бірақ көмектескен жоқ. Осы иісі жоқ, майлы, май болып тұрады. Соны жаққан кезде шашың сол күшті көмектесті. Егер шашыңыз ұзын болса, әрине басыңыздың мына жерден жағасы да, шаштарыңызға да бүйтіп қолға спрейді сеуіп алып, мысалы мына спрейі, енді аты Комаров спрей да, бүйтіп жағасыз неге қолыңызға себесіз да, спрейді көп сеуіп аласыз да, сосын битесіз да, сосын шашыңызды битесіз, шаштың арасын бәр жеріне кіру керек. Сол кезде жақсы сіңеді. Ал егер бүйтіп жағатын болсаңыздар, жағасаңыздар, ол бір жерде тұрып қалады. Бүйтіп толықтай бүйтіп сіңбейді, толық бүйтіп жайылмайды, иә. Сондықтан да солай істеңіздер шаштарыңыздың ұзындығына осылай. Ал енді менің кеңесімді пайдаланып көріңіздер. Білетін адамдар да бар шығар, бәрі солай жасайды деп ойлаймын, бірақ мен енді өз басынан өткен айтып жатырмын, керосин, андай мындай дегенді қолданбаңыздар, шаштарың сұққат. Сосын тағы да бір болды. Білмеймін, ол маған көмектесті ма, айта алмаймын. Енді осы құралды пайдаланғаннан кейін мен сәл суға шайған кезде шашымды қайттан уксус кішкене қосып суға, сөйтіп шашымды сол суға жуып шаятын. Мүмкін соны да пайдаланып көріңіздер, оның да бір көмегі тиіп қалар. Бірақ одан шашым бір түсіп те қалған жоқ, ешқандай ештеңе болған жоқ. Сол шаш, міне сол шаш. Сондықтан мен сіздерге осы айтып жатқан кеңестерім ұнаса лайк басыңыздар, менің арнама жазылыңыздар. Кеңестерім пайдалы болып, сіздерге сондай пайдасы тиіп жатса, астына комментарий жазыңыздар. Менен қандай видео күтетіндеріңізді жазыңыздар астына. Міндетті түрде мен сіздерге видео түсіремін. Сіздерді ұмытпаймын. Менің арнама жазылғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.